Піскенін көрсетейін сіздерге. Міне, әдемі. Жасап көріңіздер. Сәлем баршаларыңызға. Бүгін тағамыздың аты манты. Мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ал алдымен бірінші қамырын илеп аламыз. Оған 2 жұмыртқа, сосын тұз керек және жылы су керек бізге. Алдымен жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Жұмыртқа қамырымыз езіліп кетпеу үшін, әдемі жайылу үшін салынады. Және қамырын қатты қылмай, өте жұмсақ қылмай, бұлжыратпай, әдемі қылып илейміз. Мен тұзын салдым. Шағын ғана мантыға жетеді осы қамыр бізге. Бисмилла. Осылай біздің қамырымызды бастыра береміз кішкене. Ал қамырымызды 15 минутқа бастырып қоямыз, бетін жауып. Ал енді біз мантымыздың тартылған етімен және 3 дана пияз керек және тұз, бұрыш керек бізге. Енді блендерден мен алдымен жуаны тартып аламын. Мантыны әркім әрқалай жасайды. Егерде картошка, капуста, асқаба қосқыларыңыз келмесе, тек осы жуаның өзімен және тартылған етпен жасасаңыз болады. Дәмі өте керемет шығады өзімен де. Мынандай қылып майдалап тастайды. Жаңа үрлеулерін алып тастайсыз. Дайын болған фаршымызға жылы суымызды, тұзымызды, және қара бұрышымызды сеуіп шығамыз. Енді барлығын әдемілеп араластырып шығамыз. Енді фаршымызды әдемілеп араластырып аламыз. Тек қана су қостым, тұз салдым, бұрыш салдым және жылы су құйдым. Тартылған ет. Барлығын осылай жасадым. Енді қамын жайып. Ал біз қамырымызды аламыз. Міне, әдем болып тұр екен. Осыны 2-ге бөлсек жетеді. Жаққа қоя тұрайын.
Бірінші осындай кішкентай оқтаумен жайып аламын. Сосын барып үлкен оқтаумен жаятын боламын. Қамырымызды өте жұқа етіп илеп алдық. Шай. Нәжелер болса, нәжелердің бас жерінде әлі. Мына қамырды аламыз. Осылай ерек етіп шығамыз. Мен қамырды қатты дәу қылмаймын. Шағында оған жақсы көрем. Сол себепті осындай қылып кесемін, шағын ғана. Осылай бірінің үстіне бірін жайып шығамыз. Енді тағы кесіп шығамыз. Және артығын кесіп қоя саламыз. Болды, енді түйетін боламыз. Үш жерлерден бастай берейін. Қамырымызды жайып аламыз осылай. Осылай жайып аламыз. Мінекей. Енді салып шығамыз. Мана енді тиіп көрсетемін. Ортасынан бастап көрсетейін. Екі жағынан екі бұрышын түйеміз, бұлай жабыстырамыз және осылай істейміз. Мінекейіз шағын өте әдемі болып шығады. Және тағы да бір ерекше тюльпан жасап көрсетейін сіздерге. Тюльпан деп аталады бұл мантының аты. Екеңіз. Бұл тюльпан түрі өзімізге кәдімгі түрі жарай береді. Осылай істеген ұнайды маған. Ал енді біз
осы мантоваркамызды астын майлап аламыз. Осындай шөпкемен. Бұл біздің мантымыз жабыспау үшін. Барлығын майлап алдым. Бәрі қоя тұрайын. Енді мантымызды салып шығамыз. Осылай қатты бір-біріне жабысып қалатындай қылып салмаймыз. Ал достар, бүгін біздің мантымызды түйіп мантоваркаға салдық. Енді қайнап тұрған суға саламыз. Буға қоямыз. 45 минутқа. Ал енді біз осы қайнап тұрған суымызға салынған жаңа мантоваркамызға саламыз. Енді біз подливкасын жасаймыз. Мантының бетіне. Мантыны подливкамен немесе майонезбен жесек те болады. Бірақ подливка міндетті түрде жасайтын боламыз. Алдымен бір түйір сабызды алдық, осылай түйірпеден өткіземіз. Үлкендеу болса, осындай бір түп болады. Шамалы қаттылау өтті ма? Алдын бәрі жасып кетір. Татырш. Ал біз енді осы подливкамызға сабызымызды түйірпеден өткізіп алдық. Енді пиязымызды турап аламыз. Сковородкаға майымызды құйып, қыздырып, бұрыш салып, тұзын салып арастыратын боламыз. Ал біз сковородкамызға майымызды құямыз. Сосын қызғанып күтеміз. Сабызымызды салайын. Подливкамыз дайын. Ал біздің мантымыз пісті. Әдем болған. Табағымызға саламыз. Енді подливкамызды саламыз. Тамағымыз дайын. Ал достар, егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.